Kuromi is here to slay! I'm Kuromi, and I'm here to slay! Мен жай ғана ойыншық алдым деп ойладым. Бірақ сол түннен кейін бөлмемде бірдеңе қозғала бастады. Кроумиге қарап күлдім, ал ол маған жауап берді. Сол сәттен бастап бәрі өзгерді. Бұл оқиға ойдан шығарылған сияқты көрінеді, бірақ мен оны өз көзіммен көрдім. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Қала шетіндегі ескі ойыншық дүкені түнде әрқашан жабық тұратын. Бірақ бір күні Айлин кешке қарай әлсіз күлгін жарықты көрді. Терезеде шам басқан ойыншықтар арасында Кроумиге ұқсас қуыршақ отырғандай болды. Айлин ішіне біртүрлі сезім ұялады. Қуыршақтың көздері қараңғылықта жарық еткендей көрінді. Қиялым шығар деп ойлады ол. Бірақ сол түні ұйықтай алмады. Келесі күні Айлин мектепте сыныптастарынан бір әңгімені естіді. Сол дүкеннен алған ойыншықтар түнде қозғалады екен, дейді бір қыз сыбырлап. Айлиннің жүрегі дүрсілдей бастады. Әсіресе бәрі Кроуми қуыршағы жайлы айтқанда, ол туралы, егер оған ұзақ қарасаң, ол сені есінде сақтайды деген аңыз бар екен. Қызығушылық қорқыныштан басым түсті. Айлин кешке қайтадан дүкенге барды. Есігі сықырлап ашылды. Ішінде салқын ауа мен ескі ағаштың иісі бар еді. Сөренің ортасында Кроуми тұрды. Қара қалпағы күлгін бас сүйек белгісі. Ең қорқыныштысы жымиғаны. Мені ал дегенде көрінді Айлинге. Ол қуыршақты сатып алды. Түнде Айлин біртүрлі дыбыстан оянды. Бөлмесіндегі сөреге қарады. Кроуми басқа жаққа қарап тұрған еді, ал кешке ол терезеге қарап тұрған. Мен сені көріп тұрмын деген сыбыр естілді. Айлин көрпесіне тығылып қалды. Келесі түндері жағдай қиындай түсті. Қабырғада кішкентай мүйізді көлеңке қозғалды. Айнадан Айлин артында тұрған Кроумиді көріп қалды. Сен жалғызсың деді сыбыр. Достарын сені тастайды. Бұл сөздер Айлиннің ойындағы қорқыныштарды дәл тапқандай еді. Айлин интернеттен іздей бастады. Бір ескі форумда мұндай жазба тапты. Кроуми тек ойыншық емес, ол адамдардан қараңғы ойларынан күш алады. Қорқсаң ол сені жұтады. Жазбаның соңында бір ғана кеңес бар еді. Одан қорықпа, оған қара да шындықты айт. Түн ортасында Айлин Кроумиді үстелге қойды. Мен сенен қорықпаймын, деді ол дірілдеген дауыспен. Мен жалғыз емеспін. Бөлме суып кетті. Кроумидің көзі жанып, күлкісі өшті. Онда менің саған керегім жоқ, деді ол баяу. Таң атқанда Айлин оянды. Бөлме тыныш. Кроуми сөренің үстінде бұрынғыдай жай ғана ойыншық сияқты. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Қуыршақтың жүзі енді жымиып тұрған жоқ. Айлин қуыршақты дүкенге қайтарып апарды. Есікті жапқанда артынан әлсіз сыбыр естілді. Келесіде басқа біреу қорқады. Терезеден қарағанда Кроумидің көзінде әлсіз күлгін жарық қайта жанды. Сол күннен бастап Айлин қараңғыда өз қорқыныштарын жеңуге тырысты. Ал ескі дүкен әлі тұр.
Түнде оның терезесінде кейде күлгін жарық жанып кетеді. Кроуми әлі күтіп отырғандай. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.